Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пицца жасаймыз. Ең оңай рецепт және тез пісетін рецепт. Ең бірінші бізге жылы су қажет. 1,5 қасық ас тұзы, қант, 2 қасық және дрожж бәрін жақсылап араластырамыз да, бетіне кішкене ұн сеуіп, жылы жерге қойып қою керек 15-20 минутқа. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Видеода көрсетіледі қазір. Міне кішкене көтеріліп, реакция болды. Осының үстіне ұнды илектен өткізіп, нан илеп аламыз. Нан иленгенде қолға жабыспай осылай болу керек видеодағыдай. Жылы жерге жарты сағат көлемінде қойып қоямыз, наныңыз 2 есе өседі. Міне айтқанымдай, наныңыз жақсылап көтерілді. Осыны қолыңызға сумай жағып алып, 2-ке бөліп, болмаса бір үлкен пицца пісірсеңіз болады. Мен сразу осылай противенға жайып алып жатырмын. Алдын ала ыдысыңызды майлаңыз. Егер пергамент қағазын болмаса фольгаға пісірмесеңіз. Мен алдын ала майлап алдым. Салмасын өзіңіз білесіз, бірақ ең бірінші кетчуп пен майонезді бір қасықтан салуды ұмытпаңыз, осылай мен көрсетіп тұрғандай. Менде салмасында колбаса және помидор. Егер сізде колбаса болмаса, помидор мен сырдан пісірсеңіз болады, как маргарита пиццасы ретінде. Сырыңыз неғұрлы көп болса, соғұрлым пиццаңыз өте дәмді болып шығады. Салмасын салғаннан кейін 25 минутқа 180 градусқа саласыз. Міне пиццамыз пісті. Керемет, жұмсақ және жақсы көтерілген. Енді дәмі сөз жоқ.